Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бауыр тортының оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен жарты килограммдай сиырдың бауырын алып, осылай тартқыштан өткізіп дайындап аламыз. Одан соң үстіне бір жұмыртқа және 450 мл сүт құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Арасында осындай іртік болады, сондықтан блендердің көмегімен осылай барлығын езгілеп аламыз. Одан соң міне осылай арнайы бауыр тортына арналған менде осындай сүзгі бар. Осы арқылы барлық артық іртіктерінен, артық сіңірлерінен осылай сүзгі арқылы толықтай тазартып аламыз. Толық тазартып болған соң оның үстіне жарты шай қасық тұз, ас содасын және қара бұрышты салып, барлығын жақсылап тағы да бір араластырамыз. Одан соң оның үстіне 90 граммдай ұнды електен өткізе отырып, осылай тағы да бір келкі масса болғанша араластырамыз. Ұнды салғаннан кейін осындай комоктар пайда болуы мүмкін, сондықтан бұл жолы да тағы да блендердің көмегіне жүгінеміз. Тағы да барлығын бір келкі масса болғанша бір шайқап аламыз. Одан соң үстіне 2 ас қасықтай күнбағыс майын құйып, тағы да барлығын араластырамыз. Осымен біздің бауыр тортына арналған массамыз дайын болды. Енді оны пісіруге көшеміз. Ең алдымен қызып тұрған табаға күнбағыс майын шағып аламыз. Әбден қызған соң бір ожаудай осылай бауырдың массасын құямыз және екі жағын қызартып пісіреміз. Мен осылай ағаш шпажканың көмегі қажет болады. Осымен өте ыңғайлы. Сіздер де қолданып көріңіздер. Екі жағы оп-оңай алынады және тез піседі. Газдың қасынан алыстамаңыздар. Және де достар, менің қазақ тілді контентіндегі осы YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, және басқа видео шыққан кезде ең алғаш көру үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Міне осылайша барлығын пісіріп болдық. Енді салмасына көшеміз. Ол үшін 15 граммдай аскөкті осылай ұсақтап турап дайындап аламыз. Және де бір орташа сәбізді осылай ұсақ көзді үкіштен өткізіп аламыз. Біздің сәбізіміз сондай сочный болу керек. Және 200 грамм майонезге ұсақтап туралған аскөкімізді және 5-6 граммдай сарымсағымызды ұсақтап турап барлығын біріктіреміз. Осымен біздің салмамыз дайын, және де корждарымыз да дайын. Енді тортты жинаймыз. Ол үшін астына кішкене ғана жағамыз, және де майонезімізді жағамыз. Бірінші қабатына тек қана майонездің өзін жағып шығамыз. Және екінші қабатына майонезді және сәбізді саламыз. Және осылай бірінен соң бірін араластырамыз. Яғни бір қабатына тек қана майонездің өзін жағатынымызақ, екінші қабатына сәбізбен араластыра отырып жағамыз. Және де бір ескерте кететін жайт, сәбізіміз сондай сочный болуы керек. Сол кезде бауыр тортымыз құрғақ болмайды. Сондай керемет дәмді болып шығады. Барлық корждарды жинап болған соң бетіне және жан жағына қалған майонездің соусты толықтай жағып шығамыз, және қалауларыңызша өз беттеріңізбен әрлесеңіздер болады. Мен жай ғана аскөкті ғана пайдаландым. Черри помидорын, піскен сәбізді немесе басқа да өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Тоңазытқышқа 2-3 сағатқа сіңдіруге қалдырамыз. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.